Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Химияда жаңа ақпараттық технологияларды қолдану пәні бойынша 10-шы дәрісімізге тоқталамыз. Дәрісіміздің тақырыбы зерттеушілік оқыту технологиясы. Жоспарымызға тоқталатын болсақ, бірінші зерттеушілік оқытудың мәні, қызметі және мақсаты, зерттеушілік технологияның ерекшеліктері, үшінші зерттеушілік оқыту технологиясына қойылатын талаптар және төртінші зерттеу әдістері. Жалпы зерттеу технологиясы қазір өте білім беруде маңызды болып отыр, өйткені кез келген білім саласындағы ғылым саласындағы жалпы қызметкерлер тобына маманданған қызмет ретінде және қайта жеке тұлғаның әр салада біліктілік жөнінде кең мағынада алғанда қазіргі адамның өмір сүру бейнесінің бөлінбес сипаты ретінде қарастырылады. Қазіргі әлемде өте күшті қозғалыста және тез өзгеруде, осыған байланысты өзіндік белгілі бір қалыптасқан білім қорына сүйене отырып дамуы, жүзеге асыруы өте қажет. Қазіргі кезеңде адамның әркез ізденімпаздыққа, зерттеушілік белсенділігін көтеру, отыруы қажет деп санаймыз. Осыған орай білім саласында оқытудың зерттеушілік әдістеріне көп көңіл бөлініп, өте жоғары деңгейде қажет заман талабына байланысты қажеттілік туындап отыр. Білім беруде көптеген зерттеушілік оқытудың қазіргі кезеңдегі технологиясы, оқушылардың зерттеушілік тәжірибе мен жобалауын, бірқатар ғана нұсқаларын ескереді. Яғни білім алушының өзіндік оқу ізденімпаздығын жүргізу мүмкіндігін және болған, яғни оқытушы өз жалғастыра алады деп есептейді. Яғни дегенмен іс жүзінде ізденісті қалай жүргізу керек екендігін білім алушыға үйретпесе және оның ізденімпаздық қабілеттерін дамытпаса, оның зерттеушілік әрекетіне ары қарай бұлыңғыр көрінеді. Сондықтан бұл жерде де оқытушылардың, мұғалімдердің орасан зор үлесі қоғамда орындары бар деп айта аламыз. Зерттеу әрекетіне дайындау, оның зерттеушілік ізденістік білігі мен дағдыларын қалыптастыру қазіргі білім беру жүйесінің маңызды міндеті болып табылады екен. Оқушының танымдық өзгерушілік әрекеті зерттеушілік деп аталатын әдістің көмегімен жүзеге асырылады. Зерттеушілік әрекет ақпарат іздеуден, белгісіздік күйдің нәтижесінде туындаған тынымсыздықты қанағаттандыруға бағытталған әрекет. Зерттеушілік әрекет оқушы тұлғасын түгелдей қамтитын күрделі іс-әрекеттер жиынтығы болып табылады екен. Құрметті білім алушылар, дәрісімізді дәптерлеріңізге түсіріп отырыңыздар. Қысқаша кейбір дәрістерімізде теория керекті мәліметтер беріліп отыр. Зерттеушілік оқыту баланың қоршаған ортаны тануының жаратылыс талпыныстарына негізделген білім беруге деген ерекше қатынасы болып табылады. Зерттеушілік оқытудың негізгі мақсаты оқушының бойында адами мәдениеттің барлық саласына қажетті жаңа әрекеттерді жасау, қабілеттерін өз бетінше және шығармашылықпен игере білуін қалыптастыру болып табылады екен. Зерттеушілік әрекетінің жетекшісі төмендегі ережені сақтауы тиіс. Яғни мұғалім, не болмаса ұстаз, не болмаса оқытушы, ол оқушыларды өз бетінше әрекет етуге үйрету, нақты нұсқаулардан гөрі баланың ұсынысына көңіл аударып білуі қажет. Сонымен қатар талқылау кезінде баға беруге асықпау керек. Жылдам шешім қазір біз жастар көбінесе практиканттарымыз қабылдап балды қойып тастап жатамыз, ол дұрыс емес. Жылдам баға қоюға болмайды. Баланы өйткені ары қарай ынталануына кедергілер алып келеді. Сонымен қатар білім беру барысында балаларға көмектесу, проблеманы өз бетінше шешу дағдыларын қалыптастыру, пәндер мен құбылыстар арасындағы байланысты бақылау, ақпараттық талдау, талқылау, жүйелеу, топтау және жинақтау. Сонымен қатар өзіндік пікірін ешбір қорқынышсыз ұсыну болып табылады екен.
Білім алушының зерттеу әрекеті үдерісін мынадай бірізділікте көруімізге болады. Яғни зерттеу проблемасы мен бағытын анықтау, зерттеу тақырыбын таңдау, зерттеу міндеттерін анықтау, зерттеу әдістерін таңдау, зерттеуді жүргізу, сонымен қатар ақпараттарды жинау, жаңа айтып өттік қой, және өңдеу, бақылау, эксперимент тағы да басқа. Алынған материалдарды талдау және тарату, алынған материалды белгілі ережелер мен тәсілдерді қолдана отырып құру, және қорытындылау, есеп беруге дайындау. Бұл жерде негізгі түсініктерге анықтама беру, зерттеу нәтижелері бойынша хабарлама жасау және тағы да басқа болып шектеледі екен. Презентация жалпы мынандай болып жіктеп отырып, яғни баланың қызығу аймағын анықтау, проблеманың өзектілігі және зерттеуді бағытын анықтау. Проблемалық өзектілік қойылады, одан кейін баланың қызығушылығын анықтайсың, және зерттеудің бағытын анықтау керек. Зерттеу аймағын анықтау, тақырып таңдау, болжам жасау. Осының негізінде ең бірінші тақырып таңдалады. Ары қарай тоқталатын болсақ, проблеманы шешу және жүйелеу жолдарын анықтау, яғни дәстүрлі, альтернативті, зерттеу жүргізудің кезеңдерін анықтау, ақпаратты жинақтау өңдеуден тұрады, жинақталған ақпаратты талдау, есеп дайындаудан тұрады екен. Келесі тоқталатынымыз баяндама, сұрақтарға жауап және зерттеу нәтижесін талқылау болып жіктейді екенбіз. Жоспар бойынша енді өз бетімен ойлану, өзіне өз сұрақ қою, адамдардан сұрау, кітаптан қарау, интернеттен қарау, бақылау жасау, материал жинау, қорытынды жасау, презентация, рефлексия. Ары қарай зерттеу тақырыбын таңдау бойынша баланы қызықтыратындай болу керек. Зерттеуге қатысушылар үшін шынайы нәтижеге беріп, пайдалы болу тиіс, қарапайым болу тиіс, аз уақыт ішінде орындалатындай болу керек. Зерттеу түрлеріне тоқталатын болсақ, теориялық, эмпирикалық және фантастикалық. Бұл енді мектеп оқушыларына қатысты айтып отырып, жалпы зерттеушілік дамыта беретін болсақ, үлкен бұл методологиясы, әдіснамасы бар. Ғылымның кез келген саласында зерттеу жүргізілетін ары қарай салалары бойынша шектеледі. Енді қорытындылай келе, зерттеушілік оқыту технологиясын қолдану оқушылардың сыни ойлауын, логикалық талдау қабілетін, өз бетінше іздену дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Бұл технология оқушылардың білімді дайын күйінде алмай, оны зерттеу, тәжірибе жасау, сұрақтар қою және болжам жасау арқылы өз-өздерін алға қарай дамып, қабілеттерін аша түседі. Нәтижесінде оқу үдерісі оқушы үшін маңызды әрі мағыналы болып, пәнге деген қызығушылық артады. Сонымен қатар зерттеушілік тәсіл оқушыларды ғылымға жақындатып, олардың шығармашылық әлеуетін дамытуға жағдай жасайды. Сіздер болашақ маман ретінде педагогикалық практикада бұл технологияны жиі қолданып жүр деп ойлаймыз. Химияның білесіздер, 7-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін әрбір тақырып бойынша оқушының зерттеушілік қабілеттерін ашуға, дамытуға өз үлестеріңізді қосып жүр деп сенеміз. Ары қарай толық ақпаратты модуль жүйесіне немесе универ жүйесіндегі ақпарат көздерімен толықтыруларыңызға болады. Дәрісімді тыңдағандарыңызға назарларыңызға рахмет.